Ассаламу алейкум, қадірлі бәлент болған қадірден YouTube көрермендері һәм де каналымыз қызметкерлері. Бес қаланың бірі болған Шымбай қаласында, яғни айтқанда Шымбай совхоз Раушан ауылында әжайып бір балық қордақ ашылып жатыпты. Қазір сіздердің бұл жердің мәнзілі һәм де толық обзормен таныстырып өтеміз. Ал мынау бұрынғы шошқа ферма, қазіргі Колия ағаның мал фермасы. Енді сіздерді балық қордақтың ішкі тарихы һәм де бақылармен таныстырып өтеміз. Міне бүгін ашылу мәресінде балаларымыз атылып жатыпты. Бүгін бес қаланың бірі болған Шымбай қаласында сондай таңқұлы болған Қошқарбай ағамыз сондай қызметлер істейміз дейді. Кімге осындай қызметтер керек болса, қалаушының номерін описаниеге жазып қалдырамыз. Ал енді сіздерді ішкі тарифі һәм де бағалармен де бірқатар таныстырып өтеміз. Бисмиллах деп көріп аламыз. Осындай кеңлікте осындай атмосфера. Бұл жерде әрқандай ауқатларды, әрқандай салатларды тайырлап береміз деп айтылып жатыпты. Той мерекелерге де бұйыртпай берсеңіздер, әрқандай салатларды, әрқандай ауқатларды пісіріп бере аламыз дейді. Самса һәмде белешелерді де істеп береміз дейді. Енді бұл жерде тек қана отырғаныңызға ақша алынбайды. Тек қана жеген затларыңызға, ішкен ішімдіктеріңізге ақша төленеді. Басқа кафелерге қарағанда қызмет ақы алынбайды бұл жерде. Әрқандай балық түрлерінен тауып береміз деп айтылып жатыпты. 60 мың сомнан басталады. 2 килолық, 3 килолық балықтарымыз. Басқа жерлерде 80 мың сомнан, 90 мың сомнан салыстырып көрсеңіздер. Ал төменге нөмірлерді қойып кетеміз. Қызқалар болса, төмендегі нөмірлерге қоңырау етіп, бұйыртпай беріп, осындай кабиналарымызды бұйыртпай беріп қойсаңыздар болады. Осындай тапшанымыз бар. Тапшанымыздан бұл жерге 15-20 адамды өз ішіне сидір алады. Енді кейінгі кабиналарымызбен таныстырып өтеміз. 3-тен 6 кабинамыз бар, жайласқан. Сондай кеңлікте. Енді сіздерді кафеміздің үлкен мейманханасымен де таныстырып өтеміз. Мейманханамыздың ішіне 35-40 адамды беймәл жайғаса алады. Осындай кеңлікте мейманханамыз 35-40 адамды өз ішіне сыйдыра алады. Қалесеңіз жерге колонканы қойдырып беймәл ойнасаңыздар да болады. Апаларымыз ашылу мәресінде отырған тілек айтамыз дейді. Апамыз тілек білдіреді. Ал Гүзел апа дастархан жайып, кафені ашып жатырсыз, Құдайым оң болсын, ұзағына қуансын. Күніменен жасыл көлдер, жас кішілер тілек айтты, Алла әргенді қабыл болсын. Құдайым клиентіңіз көп болсын, сонша қара минетіңіз, Құдайым алдыңыздан шығып, рахатын көргейсіз. Құдайым ендігіден бұлай әмет, кішігірім той, туылған күн, юбилей өткере берсін. Біздерім келеміз Құда қалесе. Жайылған дастархандар әмеше жақсы етке жайылсын. Клиенттеріңіз көп болсын, наныңыз қалың болсын. Әменің кеуілінен шығатындай жақсы кафе болсын, Гүзел апа. Құдайым атағыңыз шықсын, Шымбай районына, бүткіл Қарақалпақстан, Қазақстанға дейін кетсін. Құдайым денсаулығыңыз болсын, шауып жүргенде қайрат тілеймен. Құдайым алға ілгерілей берін, бұнан да жоғары дәрежелерге жете берін. Ал қуанышымыз отырғанlarымызға мошқа отырыппыз, шай, ауқат бәрін жедік. Болады, рахмет. Ортаңыз болсын, жақсы.